тоқылған заттар кейде үзіліп қалуы мүмкін, кейде жыртылып қалуы мүмкін. Мысалы, мынау шапка сияқты көрсетіп жіберейін. Осылай үзіліп қалыпты резинасы. Соны спицаға өткіздім да, анау жоғары жыртылған жерін алып тастап, реставрация жасап көрсетемін. Мінекей мына жерде ақ түсті жіпті спицаға жинап алдым. Осылай шапкамызды бұрын қалпына келтірдік. Екі оң, екі теріс резина әдісімен тоқып шығамыз. Тоқып жөндеген шапкам жұқа сияқты көрінді. Соны басқаша істеп жатырмын. Оны былай, міне резинаның өзін қалыңдау қылып, көптеу қылып тоқыдым. Сөйтіп тоқып, мынадай әдіспен қалыңдатқым келіп тұр. Қалыңдатып тоқыған резина сияқты шапкаға қосымша істегенімді шапканың теріс жағына айналдырып аламыз. Сонан кейін крючоктың көмегімен, немесе спицамен жоғары жағынан ішінен, шапканың ішінен тігіп тоқып тастауға болады. Бұлайынша спицамен бірінші жинап алдым. Тоқылып, ернеуін жабылған резинаны енді шапканың жоғары жағында көрініп тұрған не қызыл, не ақ жіптермен қосып, иненің көмегімен тігіп аламыз. Ол үшін ыңғайлап біркелкі етіп жоғары жағын тігіп аламыз.